1973 жылы мамыр айының аяғында көктемнің гүлдеп тұрған шағында дүниеге келіппін. Әкем де, анам да сол кезде ел қатарлы өмір сүріп жүрген қарапайым адамдар еді. Бірақ менің балалық шағым ертегі емес, жүрекке сыза түсіретін ауыр кеселіктерден тұрады. Біздің үйде қуаныш пен күлкі сирек болатын. Әкем ішімдікті ерте бастан әдетке айналдырды. Кешке қарай үйге мас болып келетін. Анаммен ұрыс-керіс күнде өтпейтін. Кейде анамды ұрып соғып, ыдыс-аяқты қиратып, үйдің ішін астан-кестен қылатын. Сол сәттерде мен қорқыныштан бұрышқа тығылып, кішкентай денемді құшақтап отыратын. Кейде анам еден жуып, сылдырлаған шелегін сүйреп, көзі жасаурап жүретін. Кішкентай болсам да бәрін түсінетінмін. Ол ешкімге сыр білдірмейтін, ажырасуды да ойламайтын. Тек көзінен шаршау мен қорқыныш көрінетін. Менің бала жүрегім, неге біздің үйде тыныштық жоқ деп жиі сұрайтын өзімнен. Әкем кейде балабақшаға да мас күйінде келіп мені алып кететін. Қолынан арақтың иісі аңқып тұратын. Жол бойы үндемей жүретінмін. Өйткені сөйлесем, ашуланып ұрып жіберуі мүмкін еді. Кейде жолдан адасып, түн ортасында үйге әрең жететінбіз. Анам сонда да үндемей бізді қарсы алатын. Көзінен тек реніш пен қорқыныш байқалатын. Атам мен әжем ерте қайтыс болған еді. Әкемнің бауырлары бар еді, бірақ ешқайсысы бізге араласқысы келмейтін. Олардың өз тірлігі бар дейтін анам үнемі. Сөйтіп біз өз тағдырымызбен жалғыз күрестік. Біздің үйде бала күлкісінен гөрі ұрыс пен айқай жиі естілетін. Сондықтан менің бала кезім қорқыныш пен тынымсыздықтың арасында өтті. Әр түнде терезеге қарап жұлдызға тілегім болатын. Тек бүгін тыныш болсыншы. Бірақ ондай күн сирек келетін. Бірде анам мені ауылдың моншасына жіберді. Өзі үй шаруасынан босай алмай жатқан. Мен жалғыз бардым. Монша үлкен. Бір бөлігі әйелдерге, екіншісі ерлерге арналған. Суық судан кейін буға түсіп жылынып отырғанмын. Сол сәтте кенет есік ашылып, ішке бір ер адам кіріп келді. Тұла бойым дір етті. Қолымдағы сүлгіні көкірегіме жаптым. Қатты қорықтым, бірақ дауысым шықпай қалды. Ол маған бірдеңе айтып жақындай бастады. Мен сол сәтте бойымдағы үрей билеп, мама деп айқайлап жібердім. Кім екенін ажыратып үлгермедім. Тек жүрегім дүрсілдеп, басым айналып кетті. Сол күннен кейін мен бұрынғыдай бала бола алмадым. Қорқыныш менің ішімде мәңгіге орын тепті. Түн сайын көзімді жұмсам, сол есік қайта ашылып жатқандай сезінетінмін. Анам оны ешқашан білмеді. Айта алмадым. Айтсам, ол одан сайын қиналады ғой деп ойладым. Солайша менің балалық шағым ерте аяқталды. Басқа балалар қуыршақпен ойнап, күлкіге тоймай жүргенде, мен ересектердің өмірін тым ерте түсініп қойған едім. Сол үшін бәрін салып, қолынан келген істі жасады. Анамның жүзінен бір ғана ойды оқуға болатын, балалардың аш қалмауы еді. Бір күні шешім қабылдады. Қалаға көшеміз балалар. Мүмкін сонда өмір сәл жеңілдер деді. Солайша біз Алматыға аттандық. Кішкентай ауылдың тыныштығынан айырылып, қаланың шулы базарына келіп түстік. Анам шағын дүкенді арендаға алып саудаға бастаған. Әкем де бірге келді. Бірақ оның мінезі сол күйі өзгермеді. Ішімдіктен достығын үзген жоқ. Біздің тұрмысымыз өте жұпыны еді. Дүкеннің арт жағында шағын қойма бар. Түнге қарай сол қойманың үстінде картон төсеп, сонда ұйықтайтынбыз. Әкем мен ағам дүкеннің маңайында түнейтін. Анам мен біз балашаға ылғал басқан бөлмеде дірдектеп жататынбыз. Дәретханада жуынатын орында жоқ. Біреудің үйінен рұқсат сұрап кезек-кезек кіріп жүретінбіз. Кейде таңғы салқынмен дүкенге суық тиіп, тамағымыз ісіп, ыстығымыз көтеріледі. Бірақ ешкімге айта алмайсың. Өйткені анаңның көзі үнемі бір орында. Таразы мен ақшаның үстінде сәл қателессең бір күндік табыс кетеді. Ал ол табыс біздің тамағымыз. Менің балалық шағым сонда, базардың шаңында өтті. Қолымда сөмке, ішімде қорқыныш, көзімде үміт. Күн сайын анама көмектесіп саудаға кірісетінмін. Адамдармен сөйлесуді үйрендім, бірақ сенуді ұмыттым. Бірде анам айтқан, адамды ішкі ауыртпалығы емес, көрген мазағы өлтіреді. Сол сөз менің есімде мәңгі қалды. Әкем әлі де ішіп жүрді.
Түнде дүкеннің алдында мас болып жатып, кейде бөтелкесін сындырған күйде ұйықтап қалатын. Анам үнсіз болатын. Бәлкім, жылауға да, ренжуге де шамасы қалмаған шығар. Біздің өміріміз осылай өтіп жатты. Күн шықты базар, күн батты шаршау. Мектепке келіп, базарға барамыз. Кешкі үйге келіп, үйді тазалаймыз. Көршілер кейде күліп, оңтүстіктің балалары жастайынан еңбек құр болады ғой, дейтін. Бірақ олардың сөзінің артында мысқыл бар екенін сезетінбіз. Бір күні анамның базардағы орны жабылып қалды. Дүкен иесі аренда ақысын қымбаттатты. Біз амалсыздан көрші орыстың үйінен бір бөлмені жалдап тұра бастадық. Әкем ақшаның жоқтығынан арақ үшін күн сайын ұрыс шығаратын. Біз қайтадан бұрынғы күйге түстік. Айқай, ыза, үнсіз көз жасы. Анам кейде түнімен терезеге қарап, шай ішіп жылап отыратын. Мен оның ойында не бар екен білетін. Қашан бәрі тынышталады. Бірақ осы сұрақтың жауабын ешкім білмейтін. Сол кездері мен ішімде бір арман пайда болды. Тек анамды осы азаптан құтқарып алсам ғой деген. Бірақ ондай мүмкіндік менде жоқ еді. Қала өмірі бізді бірте-бірте өз ырғағына жұтып жатты. Біз 2 жылдай сол бөлмеде тұрдық. Бірақ бір күні үй иесі, үйді босатыңыздар, қызым келеді деді. Тағы да көшу, тағы да белгісіздік. Сол кезде анам Алладан тек бір нәрсе сұрады. Жаратқаным, балаларымды сақтай көр. Біз көшенің қарсы бетіндегі жатақханадан бір бөлме тауып, сонда орналастық. Сол кішкентай бөлме бізге аспаннан түскендей бақытты көрінді. Бірақ біз әлі білмеппіз, нағыз ауыр сынақтар енді ғана басталғалы тұрған еді. Жатақхананың тар бөлмесінде күннің көзі әрең түсетін. Қабырғасыз тартып төбеден су тамшылайтын кездерде болатын. Бірақ біз ол үйді жұмақ көрдік. Өйткені бұл біздің баспанамыз еді. Бір бөлме, 2 ескі кереует, шағын үстел, темір пеш. Сол бар байлығымыз. Анам таң атпай базарға кететін. Мен сабаққа барып кешке дейін өз бетінше жүретін болдым. Кейде терезеден төмен қарасам, көшеде өмір қайнап жатыр. Жастар күледі, жұптар қол ұстасады. Ал менің күлкім әлде қашан өшкен сияқты. Бала күнімнен көргенім айқай, ішімдік, жоқшылық. Әкем үйге келген сайын бәріміздің жүрегіміз зырқ ететін. Кейде мас күйінде анама қол көтеріп айқайлап, бәрі сенің кесірің деп кінәлайтын. Ал анам үнсіз қалатын. Ол үнсіздіктен мен әлемнің барлық мұңын еститінмін. Түнде ұйықтай алмай төбеге қарап жататын. Бөлменің ішін анамның тынысы, пештің сықыры ғана толтырады. Жүрегімде бір ғана ой бар, қашан бітеді екен осының бәрі. Күндер осылай өтіп жатты. Мектеп бітіретін жылға да жеттім. Қыз болып бой жеттім, бірақ ішімдегі жара жазылған жоқ. Сол жалғыздың ортасында мен өзіме жақын бір адамды жолықтырдым. Ол анамның базардағы танысының інісі еді. Аты Ерлан. Біз алғаш рет дүкеннің алдында кездестік. Ол анама көмектесіп жәшік көтеріп жүрді. Бойы биік, көзі жылы, даусы баяу. Әкемнен көрмеген мейірімдікті бір сәтте оның көзінен көргендей болдым. Сол сәттен бастап жүрегім тыныштық тапқандай болды. Бір күні болмаған, кітап оқығанды жақсы көресің бе деді. Мен ұялшақ күліп басымды изедім. Сол күннен бастап кешкісін мен аялдамаға дейін шығарып салатын болды. Әңгімеміз тоқтаусыз өрілетін. Мені ешкім бұлай тыңдап көрмеп еді. Күндердің күнінде ол қолымнан ұстады. Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бір сәтте барлық қорқыныш, барлық ауырлық ұмытылып кеткендей. Мен алғаш рет өзімді тірі адамдай сезіндім. Алайда өмірде қуаныш ұзаққа бармайды екен. Бір күні анам базарда бас айналып жүріп құлап түсті. Шаршаған, әлсіреген, дұрыс тамақ ішпейтін. Мен оның жанында отырып жылап, анашым, бәрі жақсы болады дедім. Бірақ өзім соған сенбедім. Сол түні үйге Ерлан келді. Анам ұйықтап қалған. Біз ұзақ сөйлестік. Көзімнен жас, жүрегімнен қорқыныш тамшылап тұрды. Бірақ сол қорқыныштың арасында жылылық бар еді. Ол мені құшағына алды. Сол сәтте мен өзімді алғаш рет әлсіз, бірақ сүйікті сезіндім. Ал ертеңде бәрі өзгеше болды. Күн жарық, адамдар бұрынғыша, тек менің ішімде бір өзгеріс. Бұрынғы қыз енді жоқ еді. Арада айлар өтті. Бір күні таңертең айнамның алдында тұрып, бетім ағарып кеткен, көзімнің асты көгерген, жүрегім біртүрлі дүрсілдеп тұр. Тест сатып алдым. 2 сызық.
Қолым қалтырап тез жерге түсті. Сол сәтте бәрі айналамнан жоғалды. Тек мен және ішімдегі үнсіз қорқыныш қалды. Мен енді не істеймін? Қыс жақындап қалған. Алматының аспаны сұр бұлтқа оранған. Сол аспан менің көңіл күйімнің дәл бейнесінде еді. Анам базардан кеш келетін, ал мен оның көзінен қорқатын болдым. Жүрегімде бір ауыр сыр бар, айта алмайтын, тіпті ойлауға да қорқатын сыр. Күн сайын таңертең айнаға қараймын. Бетімнің нұры сөнген, көзім терең шұңқырдай, ал ішім баяу дөңгеленіп келе жатқан. Ешкімге айтпаймын, тек түнде жастығымды құшақтап жылаймын. Сол жылаудың арасында енді не болады деген сұрақ өз-өзіме қадалып тыныштық бермейтін. Ерлан болса көптен көрінбейтін болды. Телефон жоқ, хат та жоқ, хабар да жоқ. Ол мені ұмытты ма, әлде қорқып кетті ме, білмеймін. Бірақ менің ішімдегі шындықтан ешкім қаша алмайды. Бір күні жеңгем келді. Ол анама көмектесемін деп келіп еді, бірақ менің жүзіме біртүрлі қарай берді. Көзқарасы өткір, сұраққа толы. Кешке мен ас үйде ыдыс жуып тұрғанмын. Ол қасыма келіп, «Әй қыз, саған не болған? Бетің қашып кеткен» деді. Мен жай ғана шаршаған шығармын деп бұрылып кеттім. Бірақ оның көзі сенбеді. Сол күні ұзақ анамен сөйлесті. Мен көрпе астында жатып әрбір дыбысты тыңдадым. Бір сәтте анамның даусы өзгеріп кетті. «Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Сен не айтып тұрсың?» деді. Жүрегім зырқ етіп, тынысым тарылып кетті. Олар менің сырымды сезіп қойғандай. Анам түнде маған жақындап, жай ғана, «Қызым, маған бірдеңе айтқың келмей ме?» деді. Көзімнен жас ыршып шықты. Айта алмадым. Сөз орнына үнсіз жыладым. Анам бәрін түсінді. Сол түні ол терезе түбінде ұзақ отырды. Көзінде үміт те, қорқыныш та бар. Қолында Құран. Аузы жыбырлап, күбірлеп дұға оқып отырды. Сол сәтте мен өзімді кешірілмейтін күнә жасағандай сезіндім. Келесі күні анам ештеңе демеді. Тек көзіне тіке қарай алмадым. Ол мені мектепке емес, дәрігерге ертіп барды. Жол бойы екеуміз де үнсізбіз. Дәрігердің бөлмесіне шыққанда анамның жүзі аппақ болып кеткен. Тек бір ауыз сөз айтты. 4 айлық. Сол 4 ай менің өмірімнің ең ауыр сәтіне айналды. Анам сол түні үйге келіп, бар күшін жинап, маған, «Қызым, сен енді менің ғана емес, немеремнің де анасысың» деді де теріс бұрылып кетті. Жеңгем болса бәрін елге айтып үлгерді. Ауылдастар, «Алқаштың қызы оңып беді, сол керек өзіне. Көтіне ие болмаған ғой» деп өсек таратты. Кейбірі жаны ашып қарады, кейбірі тіпті жолымды кесіп өтетін болды. Ал мен үнсіздікке сіңіп кеттім. Күн сайын айнаға қарап ішімдегі баламмен сөйлесетін болдым. «Кешір мені, сенің кінәң жоқ. Мен тек өмірден аздап мейірім іздедім». Бұл сөздерді айтқанда көзімнен жас ағып тұратын. Анам күн сайын базарға баратын, бірақ бұрынғыдай емес еді. Құшағы суық, жүзінде мұң бар. Ол енді бұрынғы ана емес. Тағдырдың алдында иілген, бірақ сынбаған әйел. Семеді, қаланың аспаны бұлтсыз, бірақ менің көңілім қара түнектей. Мен үйде жалғызбын. Терезенің ар жағында өмір өз ақысымен өтіп жатыр. Көршілердің қыбыр-сыбыры көбейді. Мені мүсіркейді, жек көреді, бірі бетіме түкіреді. Ал мен 17-ге жаңа толған қыз, өмірден қорқып қалған бейкүнә біреумін. Бір күні есік қағылды. Есікті ашсам Ерлан. Сол баяғы жылы жүз, бірақ көзінде жат су бар. Ол үндемей тұрды. Менің ішіме көз түскенде демі тоқтап қалғандай бұл. «Бұл не болды?» дейді. Мен жауап бердім, қолымнан ішім сипап, «Бұл бала сенен» деп сыбырладым. Ерланның жүзіне неше түрлі сезім қатар жүргізді. Қорқыныш, ашу, өкініш, бірақ бір сәтке ғана. Сосын ол кілт бұрылып кетіп қалды. Есік тарс жапқан даусы жүрегімнің есігінде тарс жапқандай болды. Сол күннен кейін мен оны көрмедім. Анама ештеңе демедім. Тек іштей жанып жүрдім. Жеңгем бәрін білсе де, еркектердің бәрі сондай деп мырс етті. Бірақ ол сөз маған жұбату емес, қарғыс сияқты тиді. Анам күн сайын шаршаңқы күйде келетін. Кей күндері жылап, менен жасырып теріс айналатын. Ол мен үшін күресіп жүргенін сезетінмін, бірақ оның да күші жетпейтіні. Бір күні ол базардан ерте келді. Бетінің түсі қашқан, демі ауыр. Қолында дәретхана қағазы мен кішкене пакет қана. Келді де орындыққа отыра кетті. «Мам, не болды?» дедім. Ол үнсіз кеудесін ұстап тұрды.
сосын баяу құлады. Жүгіріп барып басын тіземе қойдым. Анашым, дедім айқайлап. Ол көзін әрең ашып сыбырлады. Қызым, сен тірі бол, ешкімге иілме. Сол сөз оның соңғы сөзі болды. Сол сәт менің ішімдегі бала қозғалып кетті. Өмір мен өлім бір мезгілде менің денемде тоғысып жатты. Анамның жүрегі тоқтағанда ішімдегі баланың жүрегі дүрсілдеп тұрды. Анамды туысымыздан артық болып кеткен қарапайым базардағы жанашыр таныстар көмектесіп жерледік. Көршілер жас әйелдің ғұмыры қысқа болды деп күрсінді. Ешкім шын мәнінде не болған білмеді. Бірақ мен білдім. Оны өлтірген өмірдің қаталдығы мен қоғамның таспаурылығы еді. Сол күні мен жалғыз қалдым. Қолыммен ішімді сипап терезеден айға қарадым. Анашым, мен енді жалғыз емеспін. Менде сенің жалғасың бар, дедім. Жыладым. Жел ғана жауап берді. Бірнеше аптадан соң Ерланның үйленгенін естідім. Жеңгем айтты, байдың қызына үйленіпті. Өмірі ғой, деді. Терезенің алдында боран ұлып тұр. Бүгін менің балам дүниеге келмек. Дәрігерде туыста жоқ, тек мен, жалғыз мен ғана. Түн ортасында толғағым басталды. Жатақхананың көршілері есікті қағып жедел жәрдем шақырдық деді. Хаты толғақ басталғанда менің ойыма анам түсті. Ешкімге иілме, тірі бол деген сөзі. Мен сол сөзге жабыстым. Таң ата кішкентай әлсіз үн бөлменің ішін жарып шықты. Жылаған баланың даусы. Сол сәт мен үшін өмірдің қайта басталғандай болды. Ол кішкентай, бірақ мені өмірге қайта оралтқан күшке айналды. Күн артынан күн өтіп жатты. Мен баламды жыл орап базарға шығатын болдым. Бір қолымда дорба, екінші қолымда сәбиім. Адамдар мені көріп, кейі ая, кейі күліп қарайтын. Бірақ мен ішімде ұят емес, тек мақтаныш қана болады. Мен анамын. Кей күндері балам аштан жылайтын, сүтім жетпейтін. Кездерде жылап отырып суға нан турап беретін. Кейде базардағы сатушылар аяп, артық нан не алма тастайтын. Мен солардың мейірімін Алланың белгісіне қабылдайтынмын. Дар өтті. Менің ұлым Айсұлтан мектепке барар жасқа жетті. Бір кезде базар аралап дорба сүйреткен әлсіз әйел енді өз қолымен тағдырын қайта құрып жатты. Таңмен таласа тұрып ұлымды мектепке апарамын. Кешке дейін тігін цехында жұмыс істеймін. Өмір мені сан мәрте сүріндірді, бірақ мен оның бәрінен сабақ алып, ешкімге тәуелді болмай өмір сүріп үйрендім. Цехтағы қыздар шулап келді. Жаңа басшымыз келеді екен, бәріміз дайын болайық деді. Мен мән бермей, инемді жіпке сабақта отырғам. Бір есік алдында сәтті қолымда ине жерге құлап түсті. Жерге атша тулап, демім тоқтап қалғандай болды. Алдымда тұрған Ерлан еді. Сол баяғы жүз, сол баяғы сабырлы көз қарасы. Тек көзінде терең мұң бар. Көп іздедім, деді баяу дауыспен. Мен күлдім. Іздеу үшін кету міндет емес еді, деді Ерлан. Ол төмен қарады. Мен ақымақ болдым, кешірші мені. Әкем мені байдың қызына үйлендірді. Бірақ сол әйелмен өмірім бос қуыс, мен сені ұмытқан емеспін, деді. Мен үнсіз қалдым, бірақ көзімнің түбінде бір жылылық пайда болды. Түнде ұйықтарда анам есіме түсті. Ол мені түсімде жиі көруші еді, бірақ бұл жол ерекше болды. Түсімде анам аппақ орамал тағып тұр екен. Қасында Айсұлтан ойнап жүр. Анам күлімдеп маған қарап. Қызым, тағдыр айналып өз орнын табады. Ерланның жүрегі де сынған. Кешір, өмірде бәрі сынақ. Ал сынақтан өткен жан бақыт қалайық, деді. Оянып кеттім. Жүрегім діретті. Көзімнен жас ақты. Бірақ бұл жолы ауыртпалықтан емес, жеңілдік жас еді. Күні Ерлан келді. Мен өз қателігімді түзеткім келеді. Саған да, баламызға да өз атымды бергім келеді. Менің үйім бар, жүрегім бос, сен екеуіңнің өміріңсіз мәні жоқ, деді. Көп ұзамай, жарайды Ерлан, бірақ мен сенен байлықта үйде күтпеймін. Бөтен еркектің менің балама әке болып қабағын шытқанын қаламаймын, дедім. Алайда сен баламның туған әкесісің, сол үшін баламның бақыты үшін сені кешіремін, дедім. Күні ауылдан хабар келді. Әкем өмірден өтіпті. Арақтан бауыры езіліп кеткен екен. Соңғы күндері ауылдың адамдарына қызымнан кешірім сұрағым келеді, бірақ айта алмаймын деп айтып жүрген көрінеді. Сол хабарды естігенде жүрегім діретті. Көзіме жас келді, бірақ ол өксік емес, өкініш пен тыныштықтың жасы еді. Өйткені мен оны баяғыда кешіріп қойғанмын. Адам іштен жаман болмайды, тек өмірдің соққысынан әлсірейді екен. Құрметті оқырман, өз қолымен жазған әңгімелерімді
лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.